Сәлем баршаға. Бұл видеода мен сіздерге сникерс пирогының ең оңай әрі сәтті рецептін ұсынбақпын. Сникерс пирогының дәл осы рецепті қазіргі таңда сатылуда. Сіздер менің каналымнан көптеген видео рецептілерді тегін көре аласыздар. Ең алдымен жұмыртқа мен шекерді жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, тағы да миксерлейміз. Үстіне қамыр қопсытқыш, ситодан өткізілген ұн және де какаоны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Бір бөлігін кішілеу қылып кесеміз. Үлкен бөлігін диаметрі 26 сантиметрлік формаға қолымызбен бір тегіс етіп орналастырып шығамыз. Форманың шетіне кішкене сары май жағып өтіңіздер. Енді салмасын дайындаймыз. Мен видеода көрсетілгендей деп фермасының арнайы пісіруге арналған вареная сгущенкасын қолдандым. Ең дұрысы осы екен. Оның үстіне арахисті турап саламыз. Дайын болған начинканы қамырдың үстіне бір тегіс етіп орналастырып шығамыз. Енді қамырдың екінші бөлігін күштің көмегімен пирогтың бетін толықтай жауып шығамыз. Немесе осы қамырдың көмегімен сетка қылып жасасаңыздар да, болмаса басқаша әрлеу жолын таңдасаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 150 градуста 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскен соң пирогты толықтай суытып, одан кейін ғана формадан шешеміз. Пирогты дәл осылай ұсынуға да болады. Немесе мен секілді әсемдік ретінде үстіне шоколад құйып, құлпынай және миндальный слайсы орналастырып шығуға болады. Біздің пирогымыз осымен дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғыс білдіремін. Сіздермен болған Ұлжанат Абайқызы. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.